Таусылқан Қозыбайұлы, жаңа жайлау, повесті. Ендалағы жағылған ағаш отынның жарығы чылбыр бойы жерден арыз алмай тұр. От жарғы одан арғы жағын әдеттегі түннен арман қоюлата түсті. Үн-түнсіз отырған адамдарға чатқалышы аласырып жатқандай, бірде жыртқыш аңдардың салдыр-сұлдыр еткізген бірін-бірі қуып жүрген дүбір естілсе, енді бірде құлаққа олар өзеннен шалпылдатып өтіп келе жатқандай дыбыс келеді. Кейде сүркейлі, қорқыныш түндер шығады. Мына тұстарынан үкінің адамша сақылдап күлген дауысы естілді. Бір сұмдық болып жүрмесе игеді деп, Қабен анасының айтып берген бір әңгімесін есіне түсірді. Мұның әкесі өлетін жылы қыстауларында бір үкі түн ішінде үйлерінің сыртындағы шоқпар таста дайым күлген екен. Әкесі өлгеннен кейін әлгі үкі күлгенін қойыпты. Үкінің күлгені тегін болмайды деп, әжесі өзіне де өзге көршілерге де осы әңгімені айтып беретін. Бұл сұмның күлгені қайсымызды жұтар екен деген ойға да келеді Қабен. Сен мына үкінің күлгенін естідің бе деп, қасында отқа тесіле қарап ойда тұрған мөңкін асынға қарады. Оның өңінде қобалжу тұр, ол мағынасыз ғана күлімсіреп. Естідім деді. Қабенге оның әдеттегі естілеу қысық көзі үлкейіп ұясынан шығып бара жатқандай көрінді. Даусы да басқадай шықты. Осы бір арпалысып жатқан қауіпті дүниені елең құрлы көрмей отырған жалпақ жауырынды, орта жастарға келіп қалған қырма сақалды, шаршы денелі қара сұр адам. Ол жарым кездей мүйіз сапты сары пышағымен еліктің чүйке жілігін бір сыпырып үзді де, майын салып, мылтығының шақпағын майлай бастады. Бұл батырлық емес, барып тұрған бейғамдық. Мына кісі барлық іс Құдайдан деп қарайды. Өмір бойы жан баспаған чатқалға келу деген не? Оның үстіне бұның айуы мен қабаны, қасқыры мен қабыланы, шүйбөрісі қалың болып та, одан басқа қандай жыртқыш барын өзі де білмейді. Осыған үш адам келу барып тұрған көзсіздік қой деген ой екі жігітте де отыр. Екеуі дауыс шығарып сөйлеуден де қорқып отыр. Тек отқа отынды үздік создық салып қойып, бір-біріне қарап, езу тартып күлген болады. Ал не үшін күлді, оны өздері де білмейді. Дөңгелек мыс тоғаның сақылдап қайнағанын өзеннің сарылы оларға естіртпейді. Қызыл талды отқа бастыра салып жатқан Қабен отынды ақырын жақ, етің бабымен піссін, түн ұзақ қой деп, саңырауға сөйлегендей даңғырлап сөйледі әлгі қара сұр адам. Ол отта қызған жалпақ маңдайын білегімен бір сөртіп, көп еңкейгендіктен талмаурап қалған етті бақал мойнын жараған бурадай екі жағына ырғап қойды. Мылтығының шақпағын қондырып, ары-бері жүргізді де, масасын жық еткізіп басып, қасындағы жыңғылға қарай сүйей салды. Екі бала жігіттің бетіне кезекпен қарап шықты. Екеуі де баяғыларынша зорлана жымиған болады. Екеуінің де үрейленіп отырғанын ол сезе қойды. Қане түздің түлектері, әндетіңдер, неғып жатауылға түскен қол бала келіншектей, отқа қарап мөлиіп отырсыңдар, деді, қолының майын тақыр жарғағының өңіріне сүртіп жатып. Екі бала жігіт әлгінде емес, мұның сөзінен бойларына қуат кіргендей, орындарынан қозғалақтап күліп қойды.
Бұл реткі күлкілері нағыз қуаныштың сергек күлкісі еді. Бадымжап аға, бұрын аң аулап жүргенде, осы өңірге келдіңіз бе деді, көңілінде сөйлесе де көкірегінде дір жатқан Қабен. Мен емес, менің әкем де келіп көрмеген деді ол. Бадымжаптың әкесінің атақты аңшы екені ел аузында аңыз болып кеткен. Жас болғанымен Қабенге де мүмкін асынға да қанық. Ой пырмай, сонда бұрын жан баспаған көрші атқалға бірінші рет іс салған біз үшеуміз болдық ау. Бәке, мына шатқалдың іші аю, қасқыр, қабыландардың ұясы ғой. Сондықтан да бұған жалғыз жарым мерген қалай келе қалсын. Тіпті бүгін жүрген жеріміздің өзі сұмдық қой деген мүмкін асынға. О, қоян жүрек, қорқып тұрсың ау өзің деді Қабен. Кім қорқып тұр? Жаңа ғана өкінің даусын естіп, алдағы үлкен көздің шарасынан шығардай болып кеткен сен емес пе едің? Өзің қорқып тұрсың, өзгені қорқақ дейсің тағы. Бұлар өзара қызарақтасып қалды. Жә болды, сөз емес сөзді қойыңдар. Екеуіңді қорқады десе мен емес, біздің бригадада бірде-бірі сенбейді. Мергендік ең қауіпті қызмет. Мерген әр алуан жыртқыш аңдарға кездеседі, олармен алысады. Сонда мергендікке жарайтын осы екеуің деп бригададан екеуіңді қосты. Менің де таңдағаным екеуің. Егер осы екеуің болмағанда мен де бұл жерге келмеген болар едім деді Бадымжап оларды қайрап. Бадымжап орнынан тұрып от жарығынан оңашаланып қарағай арасына қарай жүрді. Бейне ананың етегін оралған жас баладай екі бала жігітте қарбалас тұрып солай тартты. Екеуі де бағанан бері қысылып отырған сияқты. Екеуінің қорыққанын сезген Бадымжап от басына қайта отыра берді. Қараңдаршы, менің батырларым сезбестен жатқан деді. Отқа таяу жерде ұршықтай иіріліп жатқан дәу екі қарала төбетке қарап. Бұлар нағыз қорықпайтын батырлар. Сен екеуіңде қорықпағанмен сәл тіксіну бар ма, қалай? Бәле, бәке кісі өз елінде, өз жерінде отырып та қорқам екен. Мен тіпті ойыма еш нәрсе алғаным жоқ деп, Қабен қаперсіз жандай жарғақ дорбадан ақ қасықты алып, тасыған тоғаның сорпасын сапыра берді. Мүмкін асын оның есіп тұрғанына іштей күлкісі келіп, Бадымжапқа қарап жымиып қойды. Еттерің бабымен піссін, жаман шалды шаршап қалыпты, сәл көзімнің шырымын алайын деп, бәкең әдейі жантая кетті. Бәке, ет те пісіп қалды, жеп алып бірақ жантаяйық деді. Қабен оның жантаюына қосылғысы келмей. Бір мезетте жарғабақтың асты жылқы қуғандай тас ұтсыр болды да кетті. Арсылдап иттерді ұмтылды. Қабенмен мүмкін асынды тарпа бас салып, сабайтындай Бадымжаптың үстіне қона кетті. Қарулы Бадымжап бұлқына екеуін көтере түрегеліп. Өй жігіттер, бұларың не деді? Отқа қисайып жатқан тоғаның тұтқасын көтере беріп. Ойбай бәке, не болып қалды дегенде екеу жарыс айтты. Не болушы еді, бізді торып жүрген аю. Ал сонда сендердің бас салып мені сабайтындарың не? Осыны айтты да көбірек желтиіп, желдері қызарып тұратын көзінен жас аққанша күлді. Екі итті шақырып алды. Екі қарала еш нәрсе жоқ дегендей құйрықтарын бұлаңдатып иелеріне кезек-кезек қарап қойды. Олардың от жарығынан жасылданып тұрған көзі ан екеуіне тағы да үрей ала келгендей болды. Осы жылдың көктемінен бері қарай Бадымжап бұл екеуін аңшылыққа баулып келеді. Содан бері жайшылықта бұл екеуіне аң атудың әдістерін тәптіштеп айтып беретін.
азулаңдарды атуда айқасып қоян қолтық келгенде қандай амалдар қолдану керек екенін де түсіндірген. Содан бері олардың кейбір албырттық жерін, батылсыздық еткен жерлерін байқап келеді. Бүгінде аюдың ізіне түсіп келе жатып, егер осы аю мына бұтаның ішінен шыға келіп мені бас салса, қайтер едіңдер дегенде қабен. Мен тау сыртына атша мініп асауша құлақтар едім десе мүмкін асың. Жаман адам жолдасын жауға береді. Біз аюға сізді беріп қойып қарап тұрмаспыз деген болатын. Бадымжан сол сөзді еске алды, білем. Мен сендерді қорқып кеткен екен десем, аюға бермейміз деп құшақтап жүр екенсіңдер ғой. Бірақ сол аюға жұмсайтын ана құралдарыңды орындарына тастап қорғауға ұмтылғандарың болмады, деді, көзінің жасын бармағымен сүртіп жатып. Бадымжаптың сөз төркінін сезе қалған қабен. Жоқ-ау, мынау емес пе мені аса көктеп өте шықты, деді, орында қалған мылтығына қарап. Жаманың қатты. Сен мылтығыңды алып тап бердің, деді, мүмкін асың кекете сөйлеп. Мұндайды екеуінің бірін-бірі көретінін Бадымжап жақсы білетін. Осы таяуда ғана екеуі 5 итпен аңға шығып, 3 итті қабанға жартырып өлтіргенде, екеуі бір күн айтысып бір-біріне күнә таға алмаған болатын. Жарайды батырлар, бүйте берсеңдер сендерді аю емес, түз мысығы да жеп қояды. Мерген ең алдымен сергек қағылез болуды ұмытшақ болмауы керек. Сергек қағылез болмаған мерген үйден шықпайды. Аң жайылымға шыққанда ол ұйқының ұясында жатады. Ұмытшақ мерген аңнан бұрын адамдар аңдайды, деді. Қабен анада мылтығында оқ барын ұмытып, керегі келіп қойған жерінде кішкене бауыры масанып асып қалып, жабықтығын шыққан оқ белдеуде байлау тұрған атының үстіндегі ерінің қасын опырып кеткен болатын. Дәл сол кезде де осы сөзді айтқан. Екінші, деді Бадымжап, мерген адам саспайтын, сабырлы, қозғалмайтын жүректі болу керек. Сасқалақ адам делберектеп жүріп тастан да ұшып кетеді. Ал жүрексіз адам тие ме, тимей ме деп отырып, қолы қалтырап, оқты далаға жібереді. Мұндай жандар азулаңдарға жем болып қалуы даусыз. Кәне, айтыңдаршы, батыр адам несімен батыр? Ол екеуіне де сұрақ қоя қарады. Молдасының алдында иманшардың ежігін шығара алмай отырған оқушыдай. Күшімен батыр, деді, мүмкін асын жалпақ бетіне жабыстыра салғандай, тәмпіштеу бауырсақ мұрнын шүйіре бір тартып. Жоқ, жүректілікпен батыр, деді, қабен үлкен шегір көзін ойнақтатып. Ал сендерде сол мергендіктің 4 мүшесі түгел ме? Оларда үн жоқ. Сендерде көбі бар, азы жоқ. Бірақ ең керектісі кемшіл. Мұның қорқақсыңдар, жүрексізсіңдер деген сөз екенін екеуі де сезіп отыр. Бадымжап жайшылықта ақ жарқын, әзілқой болғанымен, бір істі істейім деп бет алып аузына алса, оны орындамай тынбайтын сіңісті әдеті бар екенін бұл екеуі де әбден білетін. Аң атуға, балақтауға келгенде 5-ші күн болғанда, түнде қырбақтап қар жауды да, сол түні Бадымжаптың астында қатын аю жеп кетті. Мұны көрген бәкең, сенің теріңді жаймасам, терім жайылсын деп ант ішіп ізіне түскен. Жолда неше жерде бойын көрсе де оқ шығара алмады. Тобымен жүрген қоңыраңдарға мылтығын кезеп те қоймады. Міне ұдайы 3 күн жүріп, ақыры ат жүре алмайтын жерге келгенде, жолдастарының да атын қалдырып, жан баспаған құз, күн шалмаған шатқалға түсіп жүріп, бүгін қас қарая аюды жаралы етіп отыр.
көңілі енді жай тапқандай болған содан кейін ғана бір еліктің текесіне оқ шығарды. Енді міне екеуіңе қорқақтығың қайда апарып тиянақтарын кім білсін, оның осы жайын білетін қабен. Рас бәке, біз әлі жүрек тоқтата алмаған екенбіз, мұны мойындаймыз, деді бәкеңді көңілдендіргісі келіп. Солай ма екен, онда ана еттерің түсіріңдер, деп бәкең жадырай қалды. Бұл шатқалда жыртқыш аңдар көп, бірақ олар бізге тисе қоймайды. Жолбарыста екі итіміз бар, менің шашымның буырылын қоспағанда құралды 3 азаматпыз. Кімнің тісі батады, деп күліп қойды. Еліктің туралаған қара кесек еттерін бақал саусақтарымен толтыра шеңгелдеп 3-4 қарбытты да ыстық сорпадан бірнеше ұрттап тояттаған қырандай шалқалай бірге кіріп қойды. Бадымжап бағана жігіттердің қорқып отырғандарын біліп, оларды сынау үшін көз шырымын алайын деп көсілгенде, аяғымен бір үлкен тасты теуіп төмен қарай домалатып жіберген болатын. Екі бала жігіттің үрейін алып салдыр-сұлдыр етіп дүбірлегенде сол тас болатын. Бірақ бәкең онысын бұларға айтпады. Ал жігіттер, мықты болыңдар, оқ оңай жерінен тимеген сияқты, аю сол ат жеген қандауыздың дәл өзі, деді. Бәкең қырбақ қар үстіне шашып жіберген күрең маржандай қанға қарап тұрып. Кеш қас қарайып бара жатқанда ғана қыратқа отырып қарсыдан аюдың бойын бір рет көріп, бәкең оқ шығарған болатын. Қарсы бетпен ұшқан оқ тиген аю баж ете келіп, осы қалың жынысқа еніп жоқ болған. Қуып жүрген аю ма емес пе, оған көздері жетпеген еді. Бәке, сол екенін қайдан білдіңіз, деді оның сол аю екені дегеніне нана қоймаған қабен. Міне сол жақ артқы аяғының сырт жақ бір башпайы жоқ, деді ізден көз алмай келе жатқан бетінде. Мөңкінасы мен қабен бір-біріне қарап күліп қойды. Бәке, оңай жеріне тимегенін қайдан білдіңіз, деп екі жігіт те таңырқай қатар сұрады. Міне қараңдар, деді шақырып алып. Із бірнеше жерде тура басылса да, бірнеше жерде екі жағына теңселіп шалыс түсіпті. Дағдылы екі қара ізді иіскеп қойып алға тартты. Бәкең екі итті шақырып алды. Жаралы аю толы келеді. Баласын алдырған аюдай деген сөз бар емес пе? Баласын алдырған аюдың жүрегі жаралы болса, бұның оқ тиген денесі жаралы. Жаралы аю мынадай жынысқа тартқанда, оның ізімен өкшелеп қуып дұрыс емес. Ол осы жынысқа бекінді. Жараланып бекінген аю дайым қайта ізіне қарап жатады. Үстінен түсіп қалғанда қатерлі болады, деп Бадымжап жас шәкірттеріне орайлы жерін тауып сабақ етті. Мен анау жермен барып, ана қарсыдан іс жалай. Одан өтпегенде осы жатқалда болғаны. Сендер осы жерде болыңдар, деп екі итті алып, ізді тастап, шатқалдың желкесіндегі ашықпен тартты. Ей қабен, жерді қойып, ағаштың басына шығып отырсақ қайтеді? Аюдың түтінге ұшатынын білесің, шыға келгенде оқ шығарсақ үлгертпей жүрмесін, деді мөңкінасын. Өзі де осы ойға келіп тұрған қабен. Әй су жүрек, қорқайын деген екенсің. Шықсаң шығып ал, қолайлы жерге, бірақ тым биікке шығып алып, аюдың кеткенін көрмей қалатын болма. Сен қайтесің, шығасың ба? Ол жұқпаса мен де шықпаймын, деп намыстанып тұр. Өйткені ертең ауылға барғанда, қабен оны тоғызтаққа жүгіртіп, мақтаудың алдында жаюлы жатқан ашыраулықтай екені өзіне аян. Қайсағашқа шығуды байқастап тұрған қабен.
Жоқ, мен осы жерде болам деді. Өзі Мөңкүнасының алдында ысылған, ақыл ойлы, батыл аға көрсетіп жүретін Қабен. Сен шығып ал, жүрексінген адам мылтықты жақсы ата алмайды деді, тағы да ақыл айтып. Мөңкүнасынға қарағанда бір жас үлкен, мергендік жағынан да аздап фарқ ететін. Мөңкүнасында бадымжап жоқ жерде дәйім оның сөзінен шықпай, аға деп ақыл тұтатын. Бірақ Қабеннің кейбір өзін көрсеткіш еспе мінездеріне шыдамай, екеуі оңай қызарақтасып қалатын. Сәл жымжырттықтан кейін Мөңкүнасының шықпағанын көріп, Мөңкүнасын, бәкең көрінбейді ғой, ағашқа шығып қарап көрші деді Қабен. Ағашқа шығуға себеп таба алмай тұрған Мөңкүнасын бағанадан бері көңіліне бүгіп қойған бір ақ қайынға бейне бала аюдай балпаңдап өрмелей жөнелді. Қабенден қайланып қойған ағашына баяу басып бара жатыр еді. Қабен, әне бәкең шақырып жатыр деп ол қайта түсті. Қабен бәкең іс шалам деген қарсыға қарап еді. Қорымның арасынан марғасқа текелей болып, қасқа маңдайы көзге түсті. Ол құлақшының қолына алып шақырып отыр. Екі жігіт оқтаулы мылтықтарын қолдарына алып, бадымжаптың ізімен өрге қарай өрмелеп келеді. Байқа, мына жерде тайып кетіп, немесе мылтығыңның масасы бота іліп қалып, аюдан бұрын мені басып салма. Бері қатарласып жүр деді. Қабен артында өзінің ізімен өкшелеп келе жатқан жас болса да ет жеңді, әрекеті орамсыз Мөңкүнасынға. Ол Қабенмен қатарласа беріп. Қабен, аю қасымыздан тап берсе қайтер едің деді, ойындағысын айтып. Қайтушек, қарсыласқан жаудан қашқаның өлгенің, жауап беріп құлақтан аламыз да пышақ саламыз деді, өрге қарсы ентіге сөйлеген Қабен. Ай, үйт алмайсың деді Мөңкүнасын тер басқан етті қабағын жеңімен сүртіп. Бәле, енді қашып құтылмақсың ба? Аю қабаннан қиын емес, қабан тісімен бірақ еседі. Ал аюмен адамша күресуге болады. Оның екі құлағы қолына ілінсе, асау құнан дөненнен күшті емес. Оған жүрек керек, жүрек, айда керек. Егер тіктесе кетсең, не құрным іштей кіріп, пышақпен есу керек, деді. Ол өзінің бадымжаптан естігендерін өз қолымен істеген адамдай етіп, айтып, жалпақ танауының етегі желбіреп кетті. Жайшылықта жатып атар Мөңкүнасын өзі қара тер болып келе жатып. Қабеней, қарашы, бәкеңнің денесіне деді, үлкен тастың үстінде жүресінен отырған бадымжапқа қарап. Енді ана басындағы жарға құлақшынына қысқалау екі құлақ орната салса, нағыз түлеген қоңыр аюдың өзі емес пе? Бадымжаптың денесі шынында да дөп дөңгелек шаршы. Оның үстіне аңға шығарда жарғақтан жасалған мешпет шалбарын, жарғақтан жасалған байпағы мен жылмықтай шақайын жарғақ құлақшының киіп алғанда нағыз аюдың бейнесі. Осы тұлғаны көргенде Қабеннің көз алдына аю елестеп кетті, білем. Жоқты табады екенсің деп күлді. Бұлар келгенде бадымжап үлкен бір қожытастың астындағы бір топ тас жарқанға екі итті байлап қойып отыр екен. Жерді иіскеп қойып тырбынады. Аюды әкеліп індетіп қойдым. Жас батырлардың сыналатын кесі келді. Мына үлкен қарананы алдыға салып, қайсың кіресің? Кәне Қабен, жаңа аюмен алысу оңай деп едің ғой. Ал енді сен көр. Деп Мөңкүнасын сақылықтай күліп жата кетті. Сен немді бітіргелі келіп едің? Кірсек екеуміз бірге кіреміз деді. Оның жаңағы бір ауыз сөзін ұстай алып, үлкетіп жатқанына ызаланған Қабен. Ал демалыңдар. Қазір аюдың інге жататын уақыты болған жоқ. Мұның інге келіп кіруіне қарағанда
жарасы жеңіл болмады. Оның басқа аузы жоқ көрінеді. Алдымен мынау үлкен қараланы жіберелік. Аю тірі болса, итпен алысып іннен шығуы да мүмкін. Болмағанда бір дыбыс аламыз. Қабен дереу темекі бұрай бастап еді. Қоя тұр, оттың иісін алса шықпайды деді. Бадымжап жасаңшыларға тағы бір сабақ өтіп. Үшеу үлкен қараланы босатып қоя берді. Ит кідірместен ылп етіп інге еніп кетті. Бадымжап мылтығының жақпағын қайырып, іннің желкесіне шықты. Қабен де осылай. Ал мөңгінасын арпалысқан кіші қараланы ұстап тұр. Ешбір дыбыс жоқ. Серігінің жалғыз кеткеніне жаны ашығандай кіші қарала тарбынып, жоқа тілдерімен салпиған езуін жалай түсіп қыңсылайды. Әлден уақытта үлкен қарала жерді тіміскілеп, өкпесін соға тілін салақтатып жетіп келді де, бір қыңсылап алып жәнеңге кіріп кетті. Қап, шығып кеткен болды-ау деді Бадымжап аңырып. Жақсы қарап тұрыңдайды, ит қай жерден шығар екен? Бұлар жаңағы ит келген жаққа қарасып тұрып қалды. Ит анадай жердегі бір аршаның арасынан шыға келіп тұрып қалды. Бадымжап итті шақырып жетелеп алды да ит жатқан жерге барып қайта оралды. Аю үнде болды. Іннің аузы екеу болғаннан кейін бұның бұрмалары көп болғаны. Ал аю өле қойған жоқ. Екі итті де алдыға салып үңгірге енедік. Аю тірі болып қайрат көрсеткенде оны алуға болады. Мылтықтарыңа оқ басып, пышақтарыңды оңтайлап алыңдар. Үңгір іші кең болса, мылтық жұмсаймыз, тар болса, пышақ қолайлы. Алдардан таяқ жеген құламен түлен құсап қалмайық деп Бадымжап құлшынып кетті. Бәке, түймені аламын деп жүріп, түйеден айырылып жүрмейік. Бір аюды алам деп, бір адамды жазым етіп жүрмесек, деді батылсызданған мөңкінасы. Болды, сендер кірмей-ақ қойыңдар, өңдеріңі кіре қалған екенсіңдер. Мұны көріп тұрып тастап кету аңшы үшін үлкен намыс деп, Бадымжап арысқа түсетін балуандай ұршықша иіріліп ширай түсті. Бұл не дегеніңіз бәке, жауға сізді жалғыз жіберіп қойып қалай шыдармыз? Мына мен барамын, деді Қабен. Екі итті алып Бадымжап пен Қабен кіріп кетті. Үңгірдің дәл аузындағы аз жері тар, қожыр-қожыр қақпа тас екен. Бірнеше метр жерге еңкейіп еңбектеп жүрді. Одан өткен соң тіпті кәдімгі жері сияқты. Бадымжап пен Қабен сияқты шағын бойлы адамдар үй ішінде жүргендей кетіп барады. Қабен кірерін кірсе де, не еткен намыскер, не еткен өлермен адам, өзінде өзгені де аяуды білмейді. Осы аюды ала алмадық десек, бізді бригада қуып жіберер ме еді деп бір ойланса, Бадымжаппен бірге аюмен алысыпты деген ертеңгі ауылда болатын дүрліккен қызық әңгімелерді есін алып қорқынышты ұмытып та барады. Қабен, сен менен 10 қадымдай кейін жүр. Егер мен аюмен айқасып қалатын болсам, онда мылтық жұмсама, жүрегіңді тоқтатып қанжар жұмса деп алға қарай тартып берді Бадымжап. Төбедегі қожыр тастардың кейбір жерінен үңгір ішіне едәуір саңылау түсіп тұр. Көз үйір болғандықтан ба, барған сайын ала-көлеңке жарық болып келеді. Алдарынан тіпті терезелі үйдей жарық түсіп тұр. Айналасы едәуір кең де жарық. Дәл осы тұста әдейіліктен терезе орнатқандай үлкен тесік тұр. Қабеннің жүрегі едәуір орнығып қалды. Үлкен қарала алда безіп барады. Кіші қарала дәл әлгі жарық жерге келгенде тоқтап қалды да, оң жағындағы бір баспалдақ қожыр тасқа қарай иіскелеп қарғып шықты. Минут өтпей-ақ арс-ұрс ете түсті. Бадымжап жалт бұрылып, Қабенге тоқта дегендей қолмен ишара білдірді. Үлкен қарала да жетіп келіп, әлгі жерден ырғи жөнелді. Ит кеткен жақ арс-ұрыс болды да кетті.
қаңқылдаған дауыс шықты да бір жақ шекесін қан жауып кіші қарала қашып шықты. Оның артынан шегіне арсылдап үлкен қаралада келіп арғыма тастан құлап түсті. Бейне аспан күркірегендей күрілдеп ақырып, өгіздей сараю тікесінен тік Бадымжапқа қарай ұмтылды. Аю Бадымжапты басып қалғандай болды. Қабеннің аюдың ақырғанын естуге ғана шамасы келген болатын. Қабен сал пышақты дегенде барып, шала шарпы ескіргендей көзін ашып еді. Бадымжап өр жағында, аю еңіс жағында тіктесіп тұр екен. Ит те қылтадан жұлып жатыр. Қабенде ерлік қысты ма, қорыққаннан ба, мылтықты тастай беріп пышағын ала ұмтылды. Ол жетіп, пышақ ұрғанша аю бір көрсетті де сылқ етіп құлап түсті. Ағымен келген Қабен аюдың үстіне міне жығылды да, Бадымжап оны пышақтағалы жатыр деген оймен, болды, терісін бүлдіресің деді. Қарсып қалған қолын құлақтан әрең жазып. Көрісіне Бадымжаптың денесі көзге икемсіз елмейтін құрыш сияқты. Ал жақсы, қазір 40-тың 6-сына келсе де, ол бейне бала мысықтай орамды. Жылдам. Аю әдеп өзіне атылғанда ұлып етіп іштен кіріп, пышақты дәл қазан толмастан салып, өр жағына ырғып жыққан екен. Аю жанталасқан ет қызуымен қайта ұмтылғанда екі құлақтан алып үлгеріпті. Екі иығынан дем алып, қара тер басқан Қабен. Бәке, мынауыңыз тым орынсыз батырлық. Мынадай тар жерде мына дәумен алысу өте қауіпті ғой. Жүрегіңіз ет емес темір екен, сірә, деді кең танауы желбіреп. Орынсыз ерлік аңғалдық, орынсыз аңғалдық ақылсыздық. Ойланбай істеген іс орға жығатыны шын. Бірақ батылсыздықтың батпаққа батыра беретінін де ойлаған жөн. Ауызбен айта білген жақсы, одан гөрі іске асыра білген абзал, деді Бадымжап шәкіртінің өзінің орынсыз батырлық істегеніне сын айтып отырғанына разы болып. Оның аюға келіп міне түскеніне қарап, сенің ісің маған қарағанда орынсыз аңғалдық. Ол сенің желкеңнен қысып ойнайтын жеңгең емес, айла керек бұған, деді. Өзін аңғал қатарына қосқысы келмеген Қабен шынына көшті. Жоқ бәке, мен оны әдейі бас салмадым, сүрініп кетіп құлап түстім. О, сасқалақ сары, мен орынсыз ерлік істеді десем, көдеге сүрініп жүрдем десі, деп күлді. Бадымжап көмекейі көрінгенше қарқылдап күлді. Қабен бар сырын бір-ақ ақтарғанына өзі өкінгендей екі беті ду етіп қысылып қалды. Оның жасын алғанын сезе қойған Бадымжап. Мұның да ерлік. Ешкімде анасынан аюмен алысып туған емес. Жүре жүрек бітеді. Ақыл аспаннан жаумайды. Бәрі де үйренудің, істеудің нәтижесі, деп оның көңілін аулай сөйледі. Бұл кезде қорқырап жатқан аюдың үні өшкен болатын. Бұлар аюды аударып төңкеріп қарай бастады. Кешегі оқ кетіп бара жатқан аюдың тура оң жақ жауырынның сөгерлігін сөгіп өтіпті. Қабен ақырынға нұрланып аюдың сол жақ артқы аяғын көріп жүр. Бәке, қоңыратыңызды жеген қандауыз мынау болмады ғой, деп күліп. Тек, деді Бадымжап қабағын шыта келіп, аюдың сол жақ артқы аяғын көріп. Енең дұрайын, шын көрмедің бе, жоқ шалыңды мақтамай тұрсың ба? Бәсе, жануар қарагердің кегін бұған жіберсем, оның төрт аяғы менің төбемді ойнамай ма? Жануар мал еді ғой, төрт екен теңдеп мініп алғанымда, төстік жолға белі босамайтын ғой. Қайран жануарым-ай, жолға қамшы салдырмаушы еді, деп атына қатты қамықты. Қабен Бадымжаптың ізге шеберлігіне аң-таң болды.
Ол неше күннен бері осы үйге түсіп келе жатып, талай шытырман аюдың іздері соққанда, бадымжап кейде түсіп, кейде ат үстінде, міне біздің аю былай кетті дегенде, кейде нанса да, кейде нанбаған. Қазір оған шоқынып тұрғандай. Қане, мынаның тері тарамысын жайып, өтін алып қояйық. Өзі өліп тиіскен жауды осылай істеу біздің ата салтымыз, деді шынын қалжыңға орай сөйлеген Бадыржан. Бұлар аюды сойып жатқанда үлкен қарала үңгірдің аузына барып қайта келіп қыңсылай берді. Одан ешкімде секем алған жоқ. Әлгі қу семіз әлі күзетте тұр ау деп қабен күліп қойды. Бар, сен оған шалды аю деді. Енді екеуміз кіріп аюды алайық не дер екен, деді. Қабен ауызға қарай жүріп кетті де кідірмей жүгіріп келіп. Ойбай бәке, жаман болды, үңгірдің аузы тас бекіп қалыпты, деді алқына сөйлеп. Қап, әттеген-ай, әлгің атып қап, сорымызды қайнатпасы игеді деп, Бадымжап әлгі терезе сияқты ауыздан мысықтай ырғып шықты. Қабен жылап жіберді, тырмысы болды шықты. Мүмкінасын олар кіріп кеткеннен кейін дал болып біраз тұрды. Уақыт аз өтсе де ұшқыр ой талай белестерді асып оралды. Малымды бағып, немесе көп ішінде ойнап күліп, егінімді салып жүре бермей, осы аңшылық деген пәлеге қайдан кірістім дегенде, Бадымжаптың аңшылық жайлы ауылдағы қызықты әңгімелері есіне келді. Одан да айығып, үңгірге кірген мұны екеуінің қал жайына оралғанда, Бадымжап қой піскен бас, ал ана қабенді айтпайсың ба дегенде, оның көзіне кеше оның қарасы ғана көрінген үлкен сараю Бадымжапты жұлқап бірақ лақтырып, қабенді шырылдатып қып-қызлалағып талап жатқандай болып көрінді. Өзінің жастың қалай, қашан шыққанын өзі де сезбей қалды. Тіпті аузы тар үңгірге қалай кіріп кеткенін өзі де сезген жоқ. Тұла бойын қорқыныш билеп, аяғын аңдай басып келе жатқанда, аюдың адамша ақырып гүр ете түскен дауысы естілді. Артынан айналуға да мұршасы келмей, тыпырлап шегіне берді Мөңкінасын. Бір кезде аю оның дәл белінен алғандай болды, дауысы да шықпады. Сәлден кейін есі кіріп тыпырлап еді, аю келіп басын иіскеледі, тағы да тыныш жата қалды. Аю итше қыңсылап кетіп қалды. Жандармен артына қарай шегініп еді. Әлгі белінен тістеген аю жіберер емес. Аю тағы да басынан иіскелеп қыңсылап кетіп қалды. Бадымжап қабеннен бұрын жетті. Үңгірдің аузы аман екен. Еңкейіп ішіне таман ене беріп еді, тасқа тіреліп тұрған табан қолына іліне кетті. Дереу сіреңке шағып жіберді. Мөңкінасын бейне сәждеге бас қойған адамша сұлық жатыр. Мақталы қаптал шапаны, үрлі етегі көрінбейді. Оның өзі байлап кептеліп жатқанына ызасы келген Бадымжап қорқып кетер деп те ойламады. Не боп қалды, сау ма деген қабенге де жауап қайырмады. Немене, аюға бас ұрып шоқынып жатырсың ба? Жоқ, жер астында не бар деп тыңсыңдап жатырсың ба? Ары қарай жүр деп зекіді. Аюға қайрат көрсеткенді қойып, өз басын алып жүре алмағанына ыза болған Мөңкінасын жарылып кетердей өзін-өзі іштей кінәлап, бүйтіп жан болғаным құрысын, ел бетіне не деп көремін, құрбы-құрдас алдында қалай масқара болдым деп түтігіп отыр. Жығылған үстіне жұдырықпен ұрғандай, әй, бұл сыйған арам ет, аю сыйған жерге сыймадың-ау деп күледі қабен. Өзі сыяды, мұның ана үлкен жүрегі сыймайды деп Бадымжап мырс-мырс күлді. Кенет екеуінің үстіндегі киімдеріне қарап, мына киімдеріңді қарашы, тау тасты кезіп жүрген адам осылай киіне ме? Аязда ат үстінде жүрген жылқышылардың киімі ғой мынау деп,
оларды кінәласа да, осы жайлы оларға бүгінге дейін бір ауыз сөз айтпағанына іштей өзін де кінәлап отыр. Сараюды алғаннан кейін Бадымжақтың кегі қайтқандай болды. Небәрі 2 күн ішінде үшеуі 30 тәутеке, 10 шақты қабан алды. Қалың аңның ішіне кіріп алған Бадымжап кеткісі келмесе бұрын 2-3 күнде бірерін тауып ата алмайтын жас мергендер мына қалың аңға келіп күніне біреуі 4-5-тен құлататын болды. Бұлар осы қызықта жүргенде бастапқы қорқу, алағызу дегендер естерінен шығып кетті. Тіпті олар түнгі түстерінде де сандырақтап жатқан адамдай әне теке құлап түсті. Бәке, бәке, әне қабан, құлағынан ал, құлағынан деп ұйқысырайтын, немесе тастардан тайып кетіп, өздерін аю бас салып, селк етіп оянатын. Таң атуын асыға күтетін. Бәрінен бұрын тұрған мөңкінасын от жағып шәугім асты. Желсіз жатқан іші тым-тырыс. Бауыр орман жамылып, мұздан тақия киген жан-жағындағы заңғар шоқылардың қай-қайсына қараса да, өзіне құлап келе жатқандай көрінеді. Дәл қазір тастан тасқа соғылып тулап жатқан өзеннің үні болмаса, өзінің жаққан отының тік көтерілген ақшулан түтінінен ешбір қыбыр жоқ. Таудың сонау шар бастарына бойына қарап үлгеретіндей бірте-бірте күн шұғыласы қона бастады. Осыған қызықтай қарап отыр еді, ол дәл арт жағынан қорым салдыр-гүлдір ете түсті. Жалт қарады. Тік жаламаның қабырғасында тепсеңде құйрығын шүпжіңдатып тұрған тәуешкі құтты өзіне таңырқағандай қарап тұр. Ол орнынан қозғалып мылтығын ала беріп еді, ешкі қатты пысқырып қалды. Дәл оның қасынан арбаның дөңгелегін ортасынан бөліп басына киіп алғандай үлкен буырыл бас тәутеке керле түрегелді. Қызығып кеткен мөңкінасын ұйқыда жатқан жолдастарын оятпастан мылтығын көтере сер ұстап тұрып басып қалды. Бүкіл шатқал күңіреніп кетті. Қаш, қаш деді мөңкінасын басын жұлып алған жолдастарына мәз бола күліп. Көгала теке онда бір мұнда бір соғылып домалап алдықтағы тепсеңге гүрс ете түсті. Әлгі жердің 40-50-дей тәутеке жапсарлай қашып бір тетік мойнақты асып-асып кетіп жатыр. Әй, аусар, тақ құлағымның түбінен келіп атқанын қарашы, құлағымның жарғағын жыртып жіберді-ау деймін деп, Қабен 2 құлағын қолымен басып-басып шайқап қояды. Жә жігіттер, аңдатып жатырмыз, 2 ат арғы тауда қалды, ал осы еттеріңмен ауылға жеткізудерінің өзі бір мәселе. Сараю қоңыратты жесе де бізді қалың ырғынға енгізді. Егер оған өшікпегенде біз бұл жерге келіп алмайтын едік. Ендігі жұмыс көлік жүре алатын жол қарастыру, деді Қабен шайын ұрттай отырып. Бәкау, қайдағы жол? Анада салт етпен жүре алмай атты қалдырдық емес пе? Осыншаңды неге ата береміз, деді Қабен. Біз дайын аюдың жүрген ізімен жүрмейміз. Жол жоқ жеріне жол саламыз. Бүгін бір адамды осында қалдырып, ана аю алғанға дейін 2 адам жол жалайық, деді Бадымжақ. Бұлар келгелі бірнеше күн болса да, осы маңда бірнеше жерге жаңаттар да қойылып қалды. Аю алған, қабан қамалған, ізге түскен, теке құлаған, тек асқан, аш мойнақ тағы басқа. Мен қалайын, деді мөңкінасын. Жарайды, сен қал, бүгін мына екеуміз сол жерге дейін көлік жүруге болатын жолды көрейік. Ал аю алғанның ар жағындағы өзіміз ат қалдырып кеткен ана қабырға болмаса, бер жағы оңай. Соның маңынан жылқы жүретіндей жол шығып қалар. Ел аспаннан жол тауып айға ұшып жатқанда біз Тиян-шанның 1-2 қабатынан ат жол сала алмасақ ұят болар. Жай енді осыған келдік пе?
Sen аңчылык etme, mına soyulmagandарды soya ber dep, Bäkiň çaýyny içip bolup, ornundan turdy. Badymjap joldaşlaryň köýlük äkeligi gaýtargaly bögün üçünçi gün. Jawryn ustara mentilgendi kag jarlyp düşkün jargagyny çeşip alyp jamap otur. Özüniň keşi geçdi kögala gaban men bolgan aýkasy esine түсip, özünden özü mırs etip külüp goýady. Keşi gün batar aldynda gana atkan aňdarym bir jerge üýüp goýup, jalaňaç gosuna garay keli jatyr edi. Däw bir kögala gaban ör jagyndaky pişkentoy ganalaňda 5-6 megizende çyrk ýerip jaýylpay jüreken. Gaban ör jagyna tym taýawdyr. Badymjap aň atywydyň ädislerini öýte jaksy bilýärdi. Birak aňdy görgende kumardygy sonça hawp hater degende umut galady. Ýsala galgan kaban jalpak tanawyn çüýrüp, kuyrugyň kokaýta kors etip kaldy. Özü tunup ketken badymjap aýrylyp kalmaýyn degendey basyň kesip basyp kaldy. Ok diýen gaban julduzday agyp jetip gelgende, badymjap ornundan turupga ulgura almay, uzundan jata kaldy. Kaban tumsug men jawryn ortadan bir tüýüp öte çykdy. Ol ornundan uçup turup, myltygyna ok salmak edilip kalgan jez çykmay kaldy. Kaban akkan beti aýag jagynda aýkasa jygylan ek ulken kugaragaýdyň ortasyna baryp toktady. Gaýta oralga toňmoýun çirkin burulalmay turgan syýatdy. Eki ok atylgan zamanda kalyň topka ketipdi. Basынан köşanyp ketkenine ıza bolgan badymjak myltykty tastaý berip pışagyn ala umtuldy. Artyndan ajal döngeni sezgen gaban korsuldap döňbükden sekire bergende bäkeňde kargyp mendi. Sol golu bir kulakka iline getdi. Takım emes arkasyna sawuskan gondurmaýtyn taw tagysy jan uşura döňbükden bäkeňde ala yrgady. Bäkeň bir neçe ýyldan beri talaý kabandy gulaktap, osulay basyp sokkan bolatyn. Köpden beri osunday däw gabanga gezigüdi birinçi ret edi. Bäkeňniň etdi de bakal syrak jerge tiýmedi. Onuň kapelem durgan pöşagy degen jerine tiýmey, bolkuldak sübege baryp kadala kaýta koluna geldi. Denesin pışakka demegen bäkeň awup düşüp kaldy. Sätine jarasa ol kabanyň aldyna düşpey, mana jagyndaky bir garagaýdyň daldasyna düşdi. Bäkeňniň sol golu kabanyň kulagyna jabysyp katyp kalypdy. Jan talaskan tagasaw korsuldap kulunday şıngırady. Jan tapsyry oňaýma. Azyby tentek bar aýbatyn körsötüp, kawgaday basyndaky bitik gözü şatnap, orsygan dişleri men kuw döňbekde araşa tilgilip barady. Jalgasy bar.